Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен субүйрек немесе варенике жасаймыз. Егер вареникеңіз езілмейтін, жарылып кетпейтін болған қаласаңыз, менің рецептіме жасап көріңіздер. Өзім үнемі жасайтын тағамдардың бірі. Ендеше рецептке көшейік. Алдын ала картопты пісіріп аламыз, оның үстіне сарымсақ пен тұзды салып, шанышқының көмегімен жақсылап езіп аласыздар. Негізі көбіне салмасына картоппен бірге пиязды араластырып жатады. Рецепт бойынша сарымсақ салып көріңіздер, өте дәмді шығады. Келесі кезекте біз қамырын жасаймыз. Қолымыздың көмегімен ұнның ортасын ашып, 2 жұмыртқа салатын боламыз. Жұмыртқа негізі вареникеге көп салғанды жақсы көремін. Ендігі кезекте суға 1 шай қасық тұз саласыздар. Мен ұмытып кетіп, кейін артынша салдым. Және қатты қамыр илейсіздер. Вареникейдің қамыры жұмсақ болып қалмасын. Өз формасын сол кезде жақсы ұстап, езілмейтін болады. Қамырға қалған суды мөлшерлеп құйып отырамыз. Ешбір жерінде құрғақ жер қалмайтындай илейміз. Қамырды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай тегіс бетке орналастырып, әрі қарай тағы да шамамен 5 минуттай иіні қанғанша жақсылап илейсіздер. Қамырды целлофанға немесе кез келген табақшаның астына қойып, ауа кірмейтіндей 30 минутқа демалдырып қоямыз. Кейін қалауыңызша бөліктерге бөліп аласыздар. Қамырдың жарты бөлігімен жұмыс жасайтын боламыз. Қалған қамырды кеуіп кетпейтіндей целлофанға орап қойсаңыздар болады. Мінекей ұзынша етіп кесіп аламыз және осыны дөңгелетіп үйкелеу арқылы қамырды жаямыз. Ендігі кезекте кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Байқасаңыздар, қамыр өте жақсы иіні қанған, ешқандай ұн қосылған жоқ, яғни оқтауға да жабысып жатқан жоқ үстел бетіне де. Ендігі кезекте орташа қалыңдықта, қатты жұқа да емес, қатты қалың да болып кетпеуі керек. Егер қамырыңыз сіздің жұмсақ болып иленсе, ешқашанда жұқа қамыр жаймаңыздар, мейлінше қалыңдау болған тиіс. Себебі пісіру барысында қамырыңыз езіліп кетеді, сол себепте қалың қыласыз. Менде қазіргі қамыр өте эластичный болып тұр. Мінекей осындай видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Ешқандай ашылып кетпеуі керек және әсемдік үшін осындай өрілген тәсілмен жасасаңыздар болады. Негізінде бұл міндетті емес. Неге осындай әдемі болып тұрады. Қамырдың жайылуын сіздерге тағы бір мәрте көрсетіп жіберейін. Оқтаудың көмегімен дөңгелетіп қамырды жаямыз. Ортасына салмасын саламыз. Вареники дәмді болсын деп тым көп салып жүрмеңіздер. Себебі қамыр пісу барысында ісініп жарылып кетуі мүмкін. Одан кейін қамырды беттестіріп, жақсылап бір-біріне жабыстырамыз. 2-3 мәрте қайталасаңыздар болады. Кейін міне видеодағыдай шеттерін әдемілік үшін өріп шығасыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барлығын осындай бірдей етіп, әдемілеп түйіп шығамыз. Өте әдемі көрінеді. Ендігі кезекте тақтайшаның үстіне ұн сеуіп, вареникеларды орналастырып шығамыз. Вареникейді орналастырып болған соң кеуіп кетпес үшін орамалмен жауып қоямыз. Енді ыдысқа су құйып қайнатамыз. Үстіне міндетті түрде тұз саласыздар. Кейін біздің дайын болған вареникейді қайнап тұрған судың үстіне салып жібереміз. Міндетті түрде суларыңыз қайнауы тиіс. Егер қайнамаған судың ішіне салсаңыз, онда вареники кастрөлдің астына жабысып қалуы мүмкін, немесе бір-біріне де жабысып қалуы мүмкін. Енді араластырып жібереміз.
пісу барысында да бірінші рет қайталасаңыздар болады. Неке бізде вареники шамамен 5-6 минутта толықтай пісті. Енді осыны сүзгішпен ыдысқа орналастырамыз. Егер үйлеріңізде қолдың сары майы табылса, міндетті түрде сары маймен ұсыныңыздар. Неке сары майды салып, осылай 1-2 мәрте араластырып жібереміз. Өте дәмді болып шығады, көк жуамен әсемдесеңіздер болады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін.